Сіздермен кино қалам. Бүгін мен өзіме қатты ұнайтын детективтерінің біріне кино шолу жасадым. Фильм 19 ғасырды қамтиды. Керемет түсірілген фильм деп санаймын. Киноның аты «Всевидящее око» деп аталады. Сосын достар, роликтің соңында мен кино жайлы өз ойыммен бөлісіп кеттім. Көріп, бағалап кетсеңіздер, алғысым шексіз. Фильм 1830 жылы тұманды түні асылып тұрған адамды көрсетуден басталады. Келесі эпизодта қысты күні бір өзеннің жанында отставкадағы констебль Август Лендердің қолын жуып отырғанын көреміз. Оны үйінің жанында ат арбасымен капитан Хичкок күтіп тұр. Капитан Хичкок Лендерге Вестпойнт әскери академиясының директоры полковник Тейр келуін өтінгенін айтты. Тейр Лендер жайлы біраз ақпарат жинап алыпты. Ол Лендердің әйелі өліп, қызы болса белгісіз біреумен қашып кеткен соң ішіп кеткендігін айтады. Бірақ оның қылмыстық істерді ашу қабілеті өте мықты екенін айтып, асылып қалған академия кадеті Лерой Фрайдың өлімін тергеуді ұсынады. Және Лерой Фрайды жай ғана өлтірмеген, оны өлтіргеннен кейін оның жүрегін ойып алған екен. Бұл іске қызыққан Лендер өлген Фрайдың денесі жатқан кабинетке барады. Ол жерде дәрігер Маркиуспен бірге мәйітті қарайды. Дәрігер өлген жігіттің жүрегін қолында күші бар кез келген жігіт ойып ала алады дейді. Полковник Лендерге бұл кадеттің өлімін академияны жабу үшін қаскөй адамдар пайдаланып кетуі мүмкін дейді. Бұл істің маңыздылығын түсінген детектив оқиға болған жерді барып қарайды. Жолай өлген жігіттің денесін тауып алған кадетті тергейді. Куәгердің айтуынша, асылған адамның аяғы жерге тиіп тұрды дейді. Оны алдымен асып өлтіріп, сосын арқанды босатып қойған секілді. Оның айтып тұрған сөздерін тексеру үшін Лендер қайтадан мәйітті келіп тексереді. Мойнындағы көгерген жер мен қолын көрген детектив жәбірленушінің қолымен жіпті шешпек болып қарсыласқанын байқайды. Детектив дәрігерде мәйіттің басын тексеріп көруін сұрайды. Маркиус басының арт жағынан соққының іздерін көреді. Сосын өлген жігіттің қолында бір қағаздың қысылып тұрғанын байқайды. Ол қағаз жазылған бір хаттың бөлшегі екен. Детектив қылмыс болған жерге қайта келіп қарап жүргенде, оның жанына академия кадеттерінің бірі келеді. Кадет детективке бұл жерде не үшін жүргенін білетінін айтады, және детективтің іздеп жүрген қылмыскері ақын екенін айтып кетіп қалады. Осыдан кейін Лендер өлген мәйітті түнде күзеткен қарауылды тергейді. Қарауыл түнгі үште бір офицер келгенін айтады, және оның бір жақ иығында погон болмағанын айтты. Кешкісін детектив бір кабакка келеді. Ол жерден қылмыскер ақын екенін айтқан жас кадетті кездестіреді. Бұл жігіт өзін Эдгар Аллан Помын деп таныстырады. Олар символизм жайлы әңгімелеседі. Адамның жүрегі жай ғана мүше, бірақ ол ақын үшін символ. Сондықтан қылмыскер ақын дейді. Болмаса, діни мотивпен жасаған адам болуы мүмкін екенін айтты. Және Эдгар По өлген жігітті танымайтындығын айтып, бірақ оның Лавбар есімді досы бар екенін жеткізді. Ертеңінде Лендер өлген Фрайдың бөлмеде бұрын бірге тұрған көршісін тергейді. Көршісі өлген жігітпен соңғы кездері араласпай кеткенін айтады. Себебі ол дұрыс емес адамдармен араласып кеткен екен. Бірақ олардың кім екенін, не істейтіндерін білмейді. Екінші тергелуші жігіт Фрайды соңғы рет көрген екен. Оның айтуынша Фрай түнде отбойдан кейін бір маңызды істермен шығып кетіпті. Тергеу аяқталысымен капитан Хичкокқа қол астындағы жауынгері келіп, тағы бір болған оқиға жайлы баяндайды. Жақын жерде бір сиыр мен қойды өлтіріп, олардың жүрегін ойып алыпты. Капитан осы оқиғалардың артында бір адам тұрғанын айтып, академияда коменданттық сағат орнатады. Лендер Эдгарға тергеу жұмысына көмектесуін өтінеді. Оған кадеттер арасында не болып жатқанын айтып тұруды сұрайды. Сосын ол Поға не жазылғанын тауып көр деп жыртылған хаттың бөлшегін береді. Кешкісін По детективтің үйіне барады. Ол көп ойлана келе хатта не жазылғанын тапқан екен. Оның айтуынша ол жерде марқұм Фрайды белгісіз әйел құпия кездесуге шақырғаны жазылған деп болжайды. Және кездесу орны өзен бойындағы шіркеу болуы мүмкін дейді. Сосын ол Фрай өлген күні таңертең академия аумағынан бір әдемі жылап кетіп бара жатқан қызды көргенін есіне алады. Ертеңінде Лендер медкабинетте қарап жүріп, дәрігер Маркиустың сөзін еске алады. Дәрігер жүректі мұз салынған ыдысқа салу керек екенін айтқан еді. Дәл сондай ыдыс осы жерде бар болып шықты. Лендер Поға екеуі келіскен жерге хат тастап кетеді. Ол хатта өзінің қайда баратынын жазды. Сосын детектив жағалаудағы ескі шіркеуге келеді. Жерден ол майшамның еріген қалдықтарын тауып алады. Кадет келгенше Лендер жердегі қоқысты тазалап, астында сызылған нәрселердің бәрін блокнотына сызып алады. Ол жерде қанмен және майшамның қалдығымен домалақ кругтың ішінде үшбұрыш сызылған. Бұл жерде қандай да бір ритуал өткізілген. Бірақ По оның бәрі не екенін түсінбейді. Осының бәрі не екенін түсіну үшін Лендер ескі танысына барады. Ол осындай ритуал оккультизмді зерттейтін Пепе есімді профессор екен. Пепе Леклер есімді атақты адам жайлы айтып береді. Леклер тірісінде мыңдаған әйелді жалмауыз деп тірідей өртеген адам екен. Кейін бірақ оның өзін өртеп өлтірген. Және ол өмірінде оккультизм жайлы бір кітап жазып кеткен екен. Ол кітаптың түпнұсқасы қалмапты. Ал көшірмесін коллекция жинаушылар талап алған екен. Профессор сол кітапты Поға беріп, бір бетін көрсетіп оқы дейді. Ол жерде адам мен жануарлардың жүрегі сатанистік ритуалдың бір бөлшегі екені жазылған. Оның ішінде асылып қалған адамның жүрегі қатты бағаланады екен.
дәл өлген Фрайдікіндей. Лендер Поға кадеттердің ішінде кім қара магиямен айналысатынын біл деп тапсырма береді. Жас кадет өзімен бірге оқитын жігіттерден қара магиямен кім айналысып жүр деп тікелей сұрайды. Тіпті ол біреу мені де қара магиямен айналысуға шақырып жүр деп өтірік айтады. Кадеттер оны қара магиямен айналысуға кім шақырып жүр екен деп ойланып, Артемус Маркиус деген біреудің есімін айтып қалады. Ол дәрігер Маркиустың ұлы екен. Осыны естіп алған По бірер күн демалыс алу үшін шаршап жүрмін деп дәрігерден анықтама алып алады. Жас жігіт анықтаманы офицерге апарып береді және офицерге дөрекілік танытып та жібереді. Оны байқаған дәрігердің ұлы Артемус Поны отбойдан кейін құпия кездесуге шақырады. Ол жерде По жиналған кадеттермен кездеседі. Олар ішіп, карта ойнайды, әртүрлі тақырыпта әңгіме айтады, қыздар жайлы да айтады. Беллинджер есімді кадет қыздар туралы әңгіме қозғалғасын Артемустың қарындасы туралы айтады. Марқұм Лерой Фрай ол қызға қатты ғашық болған екен. По айтылған әңгіменің барлығын кейін детективке айтып беру үшін мұқият тыңдап отырады. Ертеңінде қайтыс болған кадетті жерлейді. Жерлеу рәсімі біткен соң Лендердің қасына марқұм Фрайдың анасы келіп, оған ұлының жеке күнделігін береді. Детектив анасына күнделікті қайдан алғанын сұрайды. Себебі Фрай өлгеннен кейін оның бөлмесін жақсылап тексергенін айтты. Ол жерден күнделік шықпапты. Әйел оны ұлының ең жақын досы Беллинджер беріп жібергенін айтты. Бірақ ішіндегі жазба құпия жазумен шифрланған екен. Сондықтан бұл күнделік істі тергеп жүрген адамда болғаны дұрыс дейді. Кейін Лендер дәрігермен оның әйелін кезіктіреді. Әйелі бәрін білгісі келеді. Ол Лендерден өлген әйелі жайлы сұрап, оған көңіл айтады. Детектив үйге келісімен шифрланған күнделікті бір қоспаға салып, не жазылғанын білуге тырысады. Артемус кадеттерді қонаққа шақырады. Ол жерден По Фрай өлгеннен кейін таңертең байқап қалған әдемі қызбен танысады. Ол қыз Артемустың Лия есімді қарындасы болып шығады. По кетіп бара жатып, қызға зираттардың жанында кездесейік дейді. Оған қызығушылық танытқан Лия келіседі. Бірақ осы әңгіме Беллинджерге ұнамайды. Келісілген күні По мен Лия кезігіп поэзия жайлы әңгіме айтады. Бір сәтте қыздың судорога ұстап дірілдеп жерге құлап қалады. Қорқып кеткен По көмектесейін деп жақындағанда қыздың судорога тоқтайды. Сосын олар үйге қайтады. По қызды шығарып салып, өзі казармасына қайтады. Қайтар жолда оған бір дыбыстар естіледі. Ол бірден күдіктенеді. Сөйтсе ол Беллинджер екен. Беллинджер Поны құлатып, Лиямен кездескені үшін ұрады. Ол оны қылқындырып тұрғанда Лендер келе қалып, Беллинджерді теуіп құлатады. Детектив По мен кабакқа барып отырады. Олар отырып болғаннан кейін детектив осы кабактың иесі бір әйелдің жанында түнеуге қалады. Олар төсекте кісі өлтіруші кім болды екен деп талқылайды. Артемус Беллинджер немесе басқа біреу ма деген болжамдар айтады. Кадеттер күмәннің астында қалғанымен детективтің ішкі интуициясы бұл істі одан әрі тереңірек зерттеу керек деген ойда болады. Таңертең Беллинджердің жоғалғаны белгілі болды. Басшылық барлық кадеттерді тұрғызып, іздеу отрядын құрайды. Олар орманның ішін қарайды. Бір сәтте тауға асылып тұрған Беллинджердің денесін табады. Оның да жүрегін ойып алған екен. Дәрігер Беллинджердің кеудесіндегі кесілген сызық өлген Фрайдікінен өзгеше дейді. Демек бұны басқа бір адам істеген. Полковник Тейр Лендерге істі баяу тергеп жүрген соң осылай адамдар өліп жатыр деп ашуланады. Офицерлер Лендердің По мен достығы оның істі тергеуіне кедергі болуы мүмкін дейді. Және По Беллинджерге келесіде тағы төбелесетін болсақ өлтіремін деген екен. Сосын По қайтыс болған Фрайды да танитын болып шығады. Ол екеуі бұрын сөзге келіп қалған екен. Бірақ По Лендерға Фрайды танымаймын деп айтқан болатын. Оны естіп алған детектив бірден Поға барып бәрін сұрайды. По кейбір оқиғаларды Лендерден жасырғанын мойындайды, бірақ ол кісі өлтіруші емес екендігін айтады. Егер өзіне тиіскен адамдардың барлығынан кек алатын болса, онда академия бос болатынын айтты. Лендер оған сенеді, бірақ әрбір сөзі мен ісінің артын ойла дейді. Сосын олар екі жаққа кетеді. Кешкісін екеуі Маркиустар отбасының үйінде кешкі асқа келеді. Әңгіме барысында дәрігердің әйелі Лендерден өзінің ұлы шынымен сымбатты ма деп сұрайды. Лендер болса, оның ұлы да қызы да сондай әдеміліктің иесі емес деп жауап береді. Әйел Лендердің мысқылдаған сөзіне тәнті болып, оның интеллектісін мақтайды. Осы кезде Артемус детективке қарап, өзінің заттарын қопарып кеткен адамды табуға көмектесе аласың ба деп сұрайды. Ол адам академияға бір жұмыстармен келген жалғыз басты еркек болуы мүмкін деп Лендердің өзін меңзейді. Лендер оның меңзеуіне мән бермейді, бірақ дәрігердің әйелі алдындағы ыдысты сындырып столдан тұрып кетеді. Артынан Лия да кетеді. По мен Артемусты оңаша қалдырып, Лендер мен дәрігер де тұрып кетеді. Екеуі үйдің кітапханасына барып әңгімелеседі. Сол кезде олардың жанына Артемус келіп, Лия жақсы болып қалды. Қазір пианинода ойнайын деп жатыр дейді. Дәрігер Лендерға тыңдауды ұсынады, бірақ ол таза ауаға шыққысы келетінін айтты. Үйдегілердің барлығы пианино тыңдап отырғанда, Лендер қолына майшам алып, қандай да бір айғақ табу үшін үйді аралайды. Киім ілгіште ескі офицердің киімін тауып алады. Оның бір жақ иығында погоны болмай шығады.
Осы кезде дәрігердің әйелі келіп, екеуі төменге түседі. Детектив киімді қолына алып бәріне көрсетеді. Фрайдың жүрегін кесіп алған түні қарауылда тұрған кадет дәл осындай киімі бар офицерді көргенін айтқан. Лендер осыны айтып тұрғанда кенет біреу үйдің есігін қағады. Ашса капитан Хичкок екен. Ол Лендерге тағы бір кадеттің жоғалып кеткенін айтады. Детектив жоғалған кадет жай ғана қашып кетті дейді, себебі оның заттары да жоқ болып шығады. Сосын ол өлген Фрай мен Беллинджердің жақын досы екен. Келесі кезекте өзін өлтіреді екен деп қорқып қашқан деген болжам айтады. Басшылық Артемусты басты күдікті ретінде тұтқындағысы келеді. Бірақ Лендер Артемус бәрін жоққа шығарады және оны кінәлайтындай дәлел таппайтындарын айтты. По Лияға келіп қыз үшін жазған өлеңін оқып береді. Жігіт қызға сезімін білдіріп, қыз үшін барлығын істейтінін айтады. Осы кезде Лендер профессор Пепеге қайта келеді. Ол профессордан жалмауыз деп әйелдерді өртеген Леклер жайлы сұрайды. Профессор оған бір адамның суретін көрсетеді. Детектив оны көріп бірден түсінеді. Бұл адамның суреті дәрігер Маркиустың үйінде ілініп тұрған, және ол Маркиустың арғы атасы болып шығады. Ол дәрігер Маркиустың үйіне барады. Оның кітапханасынан Леклердің қолымен жазылған сирек кездесетін кітапты тауып алады. Ол кітапта адамдарды, жануарларды құрбандыққа шалу жайлы ритуалдар жазылған. Лендер дәрігердің барлық отбасы мүшелерін кінәлайды. Олар отбасымен бірге кадеттерді өлтірген және олардың жүрегін алып, науқастанып жүрген Лияны сауықтырып алмақ болдыңдар дейді. Детективтің айтқандары ақылға сыймағанымен, дәл осы сәтте Лия мен Артемус шынымен де қанды ритуал өткізіп жатыр. Олар құрбандық ретінде Поны таңдаған. По кеудесіне пышақты тақаса да еш қарсылық көрсетпей жатыр. Оған көп ішімдік берген болу керек. Бұл ритуалды Лендердің кенеттен кіріп келуі бұзады. Ағалы қарындасты Маркиустар Лендерді көріп қолдарына пышақ алады. Бірақ абайсызда бір майшамды құлатып алады. Майшамнан от шығып керегі өртене бастайды. Артемус пен детектив жаға жыртысып төбелесіп жатқанда дәрігердің әйелі қызды Лияға бастаған ісін аяқтауға итермелейді. Қыз бір дуан оқи бастайды. Бір сәтте оның басына бір ағаш құлап, оны басып қалады. Артемус қарындасын құтқаруға барады. Сол кезде Лендер бірінші Поны сүйреп шығарады. Кейін дәрігердің әйелін алып шығады. Сол сәтте үйдің төбесі құлап, Артемус пен Лияны басып қалады. Лендер лазареттегі Поның жағдайын біліп, академиядан кетпекші болады. Капитан Хичкок оның кәсіби жұмысына күдіктенген үшін кешірім сұрайды. Полковник Тер Лендерді жеке өзі шығарып салады. Оған қылмысты ашып берген үшін алғысын айтады. Және оның арқасында академия жабылмайтын болғандығын айтады. Қылмысты ашқаннан кейін детектив кетіп қалады. Бірақ оқиға мұнымен бітпейді. По Лендердің үйіне келіп, оның қызы жайлы шындықты білетінін айтты. Кадет нағыз кісі өлтіруші кім екенін тапқанын айтады. Ол Фрайдың қолында болған хат пен Лендердің оған жазған хатындағы почерк бір екенін байқаған. Демек, оны бір адам жазған. Бірақ Лендер Фрайға не үшін жазып жүр? Оның себебін кабакты басқарып отырған әйел айтып берген. Ол әйел Лендердің қызын балдан кейін 3 кадеттің зорлағанын айтқан. Үсті басы алба-жұлбас шығып, ұрып соғылған қыз әкесіне келеді. Қолында кадеттердің бірінен жұлып алған медальон бар екен. Медальонда LF деген екі әріп ойылып жазылған. LF ол Лерой Фае. Осыдан кейін өз-өзіне келе алмаған қыз дәл әкесінің көзінше жардан секіріп өледі. Қайғыдан құм жұтқан әкеге кек алудан басқа ештеме қалмайды. Ол Фаеге хат жазып, оны түнде казармадан шығарып алған. Лендер оның жанында болған бірге зорлаған кадеттердің есімін білмек болып қинайды. Бірақ Фае ештеңе айтып үлгерместен тұншығып өліп кетеді. Есесіне ертеңінде оны өзі өлтірген адамның қылмыскерін табу үшін академияға шақыртады. Фрайдың өлімін Маркиустар отбасы пайдаланып кетеді. Олар асылып қалған жігіттің денесінен жүрегін ойып алады. Және Лендер Фрайды сатанистер өлтірген қылып көрсету үшін жақын жерде жануарлардың жүрегін кесіп алады. Ол Фрайдың күнделігіндегі шифрланған жазуды түсініп, қалған екі зорлаған кадеттің есімін біліп алады. Сосын барып Беллинджерді өлтіріп, оның жүрегін ойып алады. Ал соңғы зорлаған кадет бірдемені сезіп қалған екен. Бірақ Лендер оны барлық елдің аумағынан іздеуге зауқы жоқ екенін айтады. Және ол қалған өмірін біреу кек ала ма деп қорқып өткізер дейді. Пол Лендерге неге бәрін өзіне айтып жеңілдеп қалмағанын сұрады. Детектив солай істегісі келгенін айтады да, оған бәрі жайлы жазылған хат береді. Бірақ кадет хатты өртеп жібереді. Пол кетіп бара жатқанда Лендер оған қызым сен секілді жігітке тұрмысқа шықса қуанатын едім дейді. Лендер жалғыз қалғасын үйден шығып қызы секірген жарға барады. Ол жардың ең шетіне барып, дәл қызы секілді суға теріс қарап тұрады. Оның қолында қызының көйлегінің белбеуі бар. Ол өзінің жоғалтқанының символы ретінде белбеуді суға жібереді. Осындай нотада «Всевидящее око» фильмі аяқталады. Достар, фильм қалай сіздерге? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және арнамды қолдап тіркеле кетсеңіздер, маған одан артық алғыс керек емес. Келесі киношолым бір ужас жанрындағы қызықты фильм болмақ. Жіберіп алмау үшін тіркеліңіздер. Сау, сәлеметте.